Бүгін мен сіздерге загадочная история Бенджамина Баттона фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Бенджамин? Бұл кемпір больницада ең соңғы күндерін өткізуде. Оның жанында қызы Керолин бар. Ауруханаға да ол жақындап келеді. Тек қызға дәл қазіргі сәтте анасынан басқа ештеңе маңызды емес. Бір кезде кемпір қызға сөмкедегі кітапты ашып, бастан аяқ оқып беруін сұрайды. Бұл кітап Бенджамин Баттон деген адамның күнделігі екен. Кітапта оның өмірбаяны жазылған. Бенджамин Баттон соғыс аяқталған күні туылды. Бүкіл ел соғыстың біткенін тойлап жатыр. Ер адам үйге баласының туылғанын естіп жүгіріп келді. Өкінішке орай әйелі қайтыс болып кеткен екен. Ал баласы аман қалды. Жігіт баланың бетін ашып, сәбиді емес, беті әжім-әжім болып жатқан шалды көреді. Ол шошынып баланы алып сыртқа шығып кетті. Алғашында мистер Баттон баланы суға тастап жібергісі келді. Бірақ та оны полициялар көріп қояды. Баттон түрі жаман баланы қарттар үйіне әкелуді шешті. Ол сәбидің жанына бірнеше доллар тастап жоғалып кетеді. Бір кезде қарттар үйінен Куини есімді жұмысшы әйел күйеуімен шығады. Ол да сәбидің бетін көріп шошып кетті. Куини балалы бола алмағандықтан оны асырап алуды шешті. Дәрігер баланы тексеріп, уақытынан бұрын қартаю деген диагноз қойды. Сәби туылған кезде организмі тура 80 жастағы адамдыкімен бірдей болды. Доктордың айтуынша ол аздан соң өледі. Барлығы Куиниға баланы арнайы интернатқа жібер дейді. Бірақ та әйел ешкімнің сөзін ермеді. О, боже. Он выглядит как мой бывший муж. Ол балаға Бенджамин деп ат қойып, оны қарттар үйінде өлгенше бағам деді. Қарттар үйінде балаға қиын болмады. Шал мен кемпірлерді оның түрі қатты таңғалдырмады. 3 жасында инвалид арбасындағы Бенджамин 80-дегі бойы аласа шалмен тең болды. Өткендегі доктордың айтқаны қате болып шықты. Бенджамин ары қарай өмір сүруде. Куини Құдай баланы орнынан тұрғызуға көмектесер деп христиан шіркеуіне әкелді. Осылайша дұғаның арқасында 7 жасар Бенджамин орнынан тұрды. Ол енді арбамен емес, балдақпен жүреді. Қарттар үйінде уақыт зуылдап өтуде. Біреулер кетеді, біреулер жаңадан келеді. Бенджамин мұнда көптеген адамдармен жолықты. Олардан көп нәрсе үйренді. Оти есімді қара жігіт баланы үйден шығарып сыртқы ортамен таныстырды. Оти оған көп нәрсе көрсетті. Фильм бізді қазір болып жатқан сәтке жіберді. Дауыл жақындап келеді. Дәрігерлер дауылды қауіпті болуы мүмкін деді. Керолин күнделікті оқуды жалғастырды. 1930 жылы алғыс айту күнінде Бенджамин әкесін көрді. Бірақ та бұл кісінің әкесі екенін білмеді. Мистер Баттон баласын ұмытпапты. Дәл сол күні Бенджамин Дейзи есімді қызбен танысады. Олар бірден достасып алды. Екеуі жас жағынан қатарлас, бірақ та сырт көзге шал мен кішкентай қыз. Бенджаминнің ауруы туралы білмейтіндер олардың дос болғанын құптамады. Кемпірлердің бірі түнде қызбен ойнап отқан Бенджаминге ұялмайсың ба деді. Уже больше полуночи, вам нельзя играть вместе. А вам должно быть очень стыдно. Соған қарамастан Бенджамин мен Дейзи бір-бірін жақсы түсінді. Екеуінің достығы жалғаса берді. Дейзи бұл дәл қазір өлім аузында жатқан осы кемпір екен. Керолин бұны бірден түсінді. Уақыт өтуде Бенджаминнің анасы Куини балалы болды. Балаға енді өз-өзіне қарап бастау керек. Бенджаминнің басына шаш өсіп бастады, және де ол денесінің жақсарып келе жатқанын байқайды. Ол енді таяқсыз өздігімен жүре алады. 15 жасқа толғасын Куини Бенджаминді портқа қыдыруға жібереді. Бұл жерден оны кеме капитаны байқап қалады. Капитан баланы кемеге матрас қылып жұмысқа алды. Әкесі мистер Баттон баласымен танысуды шешті, бірақ та өзінің кім екенін айтпады. Екеуі барға келіп ішімдік ішті. Бұл күнді Бенджамин есею сәті деп атады. О, Господи, малыш! Дейзи екеуі әлі де дос. Бір күні Бенджамин капитаннан бізді өзенде қыдыртшы деп өтінеді. Капитан ұсталып қалса кеменің лицензиясынан айырылып қалатынын білсе де, екеуіне естен кетпес күн сыйлады. Бенджамин әр жыл сайын жасарып келе жатқанын байқады. Ол жеке өмірін бастау үшін қарттар үйінен кетіп, капитанмен бірге әлемді шарлауды шешті. Тағдыр екі досты қағайырды. Дейзи балет мектебіне түсті, ал Бенджамин қайықта. Капитан шалдың жасарып келе жатқанын байқап қалды. Күндердің бір күні қайықтағылар Зимний дворец атты қонақ үйге тоқтады. Мұнда біздің Бенджамин Элизабет есімді некедегі әйелге ғашық болып қалды. Түнде ол жалғыз отқан Элизабетті көріп жақын танысады. Элизабет те Бенджаминді ұнатып қалды. Олар күн сайын түнде кездесіп тұрды, ал күндіз бір-бірін танымаған адамдарша жүрді. Бенджамин Дейзиге жиі-жиі хат жазып тұрды. Хаттардың біріне ол бір әйелге ғашық болып қалдым деп жазып жібереді. Бұл сәтте ол Дейзиді жай досым деп санайтын еді. Бенджамин мен Элизабеттің романы ұзаққа бармады. Әйел ештеңе айтпастан қонақ үйден ғайып болды. Соғыс басталды. Америка президенті Бенджаминнің кемесін әскер қатарына қосып, соғысқа Жапонияға жібереді. Бұны естіген аспаз кемеден кетіп қалды. Бенджамин оның орнына аспаз болып жұмысқа орналасты.
Күндердің бір күні оларды жаудың пулеметчигі көріп оқ жаудырады. Екі жақтың да кемесі соғысып су астына кетеді. Капитан қайтыс болды. Тірі қалғандар құтқарылды. Соғыс біткесін 26 жасар Бенджамин үйіне оралды. Жасы 26-да, бірақ түрі 40-та. Анасы Куини оны құшақтап күтіп алды. Куини оған үйленіп, жұмысқа тұр деп кеңес берді. Аздан соң жігіт Дейзимен кездесті. Ол қызға ғашық болып қалды. Екеуі ресторанға келді. Сосын Дейзи оған балетте үйренгендерін көрсетеді. Қыз да жігітті жақсы көрді, бірақ та Бенджамин оның намектарын түсінбеді. Дейзи просто не сегодня. Бірнеше күннен соң Бенджамин әкесімен кездесті. Ол баласына бизнесі туралы айтып берді. Содан соң бар күшін жинап, әкесі екенін мойындайды. Бенджамин, ты мой сын. Мистер Баттон ауырып жүр. Өлмес бұрын бар байлығын, бизнесін баласына тастағысы келеді екен. Таң қалған Бенджамин үйге келіп барлығын Куиниге айтып берді. Бірнеше күннен соң Бенджамин әкесіне келді. Ол әкесіне мүлдем ренжулі емес. Мистер Баттон қайтыс болды. Бенджамин Дейзиді билейді деп естіп Нью-Йоркқа келеді. Дейзи оны вечеринкаға шақырды. Бұл күн жігітке мүлдем ұнамады. Себебі Дейзи жігіт тауып алған екен. Ол қызды бұрынғыдай құшақтап қарсы алады деп үміттеніп келді. Дейзи енді басқа адам. Екеуі екі жақта жүрсе де бір-бірін ойлайды. Күндердің бір күні Дейзиді көлік қағып кетеді. Оның аяғы сынып, билеуді біржолата тастады. Бенджамин ауруханаға келді, бірақ та екеуі керісіп қалады. Бірнеше жылдан соң Дейзи туған жеріне оралып Бенджаминмен кездеседі. Бұрынғы шал қазір құрдасы секілді көрінеді екен. Осы сәттен бастап екеуі кездесе бастады. Әкесі тастап кеткен ақша екеуіне біразға жетеді. Өкінішке орай Бенджаминнің анасы Куини қайтыс болды. Мы похоронили ее рядом с ее возлюбленным мистером Уайзерсом. Жұп жаңадан үй сатып алды. Дейзи би мұғалімі болып жұмысқа орналасты. Олар бақытты өмір сүруде. Бір күні Дейзи жүкті екенін айтты. Екеуі баланы ауру болып туылмаса екен деп тіледі. Қуанышқа орай сәбидің дені сау болып шықты. Бұл қыз ауруханадағы Керолин екен. Бенджамин күннен күнге жасарып келеді. Бұлай жалғаса беруге болмайтынын түсініп, ол бизнесті сатып, ақшаны әйелінің счетына салып, әлемді шарлауға кетеді. Ол түрлі елдерге барып, қыдырып, жұмыс жасады. Бірнеше жылдан соң Бенджамин оралды. Келсе Дейзи басқа біреуге күйге шыққан екен. Түрі 20 жастағы Бенджамин осылай жасағанымыз дұрыс болды дейді. Екеуі қайтадан кездесіп, қайтадан ұзаққа айырылысты. Енді кездескендерінде Дейзи кемпір, ал Бенджамин жасөспірім бала болды. Сырт келбеті жасөспірім бала болса да, оның психикалық тұрғыда қартайғанын ұмытпаған жөн. Оның есте сақтау қабілеті өте нашар болды. Дейзи түгіл өзінің кім екенін ұмытып қалыпты. Бос уақытында Дейзи Бенджаминге келіп тұрады. В 5 часов дня, когда... Бірнеше жылдардан соң Бенджамин сәбиге айналып Дейзидің қолында қайтыс болды. Өлмес бұрын ол бар өмірін бір сәтке еске түсірді. Дауыл ауруханаға келіп жетті. Қыз не болғанын қарауға кеткенде Дейзи де Бенджаминнің атын айтып көз жұмады. Осылайша фильм аяқталды. Егер де ұнаса лайк басып, комментке кино туралы ойыңызды жазып кетіңіз. Арнадан шығатын келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз.